Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Майя кітап оқып отырды, бірақ ойын жинақтай алмады. Әке, мен ұйықтаймын, қайырлы түн. Бірақ Майя бөлмесіне бармай, аулаға шығып, қалың қардың үстімен жүрді. Ол үйден алыстап кеткен кезде кенеттен тайып кетіп, аяғын шығарып алды. Енді қимылдай алмай қалды. Енді мен не істеймін? Мен іздеп келгенше, мен мына аяздан суықтап өлемін ғой. Ол қардың үстіне отырып жылады. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұрды. Майя басын көтеріп аспанға қарады. Фридлиге жамандық жасаса да, Құдай оны енді осы жағдайдан құтқарады ма? Кенеттен ол шаңғылардың дыбысын естіді. Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Фридли, бұл сенсің бе? Өтінемін, маған көмектесші. Мен аяғымды шығарып алдым. Мен барып шан алып келейін. Міне, мен қайтып келгенше күртешемді киіп ал. Ол кетіп қалды. Жалғыз қалып, Майя бар жүрегімен дұға етті. Құрметті Тәңір Иса, мен күнәкармын. Сен маған керексің. Сенен өтінемін. Менің барлық күнәларымды кешір. Мен шынымен де сенің қызың болғым келеді. Және бұл менің дәл қазір қиналып жатқанымнан емес. Аумин. Фридли шанамен және жылы көрпемен қайтып келді. Фридли, мен саған бірдеңені мойындауым керек. Мен сенің понийіңді сындырдым. Мен Исадан кешірім сұрадым. Ол мені кешірді. Сен де мені кешір. Мен енді сені жек көрмеймін. Мен мұны сен істеді деп ойладым. Мұны мойындағаның үшін рахмет. Мен сені кешіремін. Майя аман-есен үйіне жетті. Сол кеште Фридли дұға етті. Тәңір Иса, Клауспен болған оқиғаға өкінетімді Майяға айтудың жақсы жолын маған көрсетші. Ол қарт айтқан дәрігерді есіне алды. Ол Клаустың аяғын сауықтыра ала ма? Сол түні қар боранына қарамастан Фридли қалаға аттанды. Жол қауіпті болса да, ол қалаға жетті. Оның еңбегі ақталды. Дәрігер көмектесуге келісті. Клаус ұзақ уақыт бойы ауруханада емделді. Ол қайтып келгенде, барлығы оған қатты қуанды. Ол қайтадан жүре бастады. Клаустың жанұясы Фридлиді қонаққа шақырды. Ол Клаустың балдақсыз жүргенін көргенде, оған қатты қуанды. Клаус, сен Фридлиге алғыс айтуың керек. Сол түні ол өз өмірін қатерге тігіп маған келді. Мен мұны өзім жасамас едім. Иса маған осы ойды беріп, оны жүзеге асыруға көмектесті. Ал оның таудағы қарт досы барлық шығынды өз мойнына алды. Бірақ бұл Фридли екеуінің арасында жасырын құпия болып қалды. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.